Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен кешкі асты бірге дайындайтын боламыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазанымызды қыздырып майды құйып алдым. Енді біз ет салатын боламыз. Артынан пияз салдым. Сәбіз салатын боламыз. Және де картоплымызды салып, жақсылап қызартып қуыратын боламыз. Енді су құятын боламыз. 35 минутқа қақпағын жауып қайнататын боламыз. Қойдың құйрығын жақсылап ұсақтап тураймыз. Және де етімізге араластыратын боламыз. Пиязымызды ұсақтап турап, жаңағы етке араластыратын боламыз. Өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді араластырсаңыздар болады. Мен паприка қостым. Және де күрішті жуып, күрішімізді жақсылап араластыратын боламыз. Енді балғарымыздың керек емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Мінекей бәрін тазалап алдық. Енді біз күрішімізді балғарымыздың ішіне салатын боламыз. Бәрін салып алдық. Енді біз қазанымызға реттейтін боламыз. Қақпағын жауып, 35 минутқа газдың астын төмендетіп пісіріп аламыз. Мінекей бізде пісіп шықты, дайын болды. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.